Кім қалайсыздар, амансыздар ма? Жұма мүбәрәк болсын. Жалпы мына біздің круг өте узкий. Енді Қослайық жобасының кругы өте кең болғанымен, бірақ андай әңгіме, жаңалықтар, кім-кімге подкатывать етіп жүр деген сияқты әңгімелердің барлығы ол таралады, естіледі, то есть жетеді да ол құлаққа. Және де бұнымен мен не айтқым келіп отыр? Оказывается, бұға дейін біз Ақерке екеуміз ұрсып бір моменттер болып жүрген кезде, типа енді айырылысып кеттік болды, ара-қатынас тоқтайды деп жүрген кезде, мен бауыр деп санап жүрген жігіттер Ақеркеге, оказывается, подкатывать еткен да. Енді мен, может быть, қазір ештеңке айта алмаймын насчет отношений, бірақ бауырлық деген ара-қатынасқа осындай кір келтірген бауырлардан мен көргім келмейді, және де көрген кезде мен міндетті түрде айтам, өйткені мен ішімде ұстап қалмаймын. Так что сөз есін табады. Сөздер есін табады. Тауықтың жырын шығарып отыр. Баланың шала болып тұр ғой. Сізше қаладыңыз? Нұрсұлтан, сізге сұрақ Мариям келсе қабылдай ма? Жоқ. Неге? Жоқ. Қабылдамын. Сезіміңіз жоқ па? Жоқ. Кірім нөл. Ал Перизат сізге таныстыққа ұсыныс жасаса? Қыз баласына жасаған қате болады ғой? Мен жасап тұрса. Қазір бір нәрсе айтсам тағы бір бәле деп шығасыздар. Қызға тиісіп шығасыздар. Ішіңізде болған затты айтып, еще бізді кінәлайсыз ба? айтуға қорқатын болдық қой. Значит, бір бәле бар. Уже айтпай жатып осындай бір бәле. Ернар, барлық сұрақтар сіздерге қатысты болып жатыр. Ернар мен Аделя танысып жатыр ма? Жалпы қалай болып жатыр? Ернардың сезімі бар ма? Қалай түсірмеген енді. Сезім дегенде андай ғой енді, құлай ғашық болу деген әңгіме емес, бірақ менің ойымдағы адам ғой, негізі. Мен оны эфирде де айтқам. Неге онда бір шалалықты кешіріп қайта қадам баспасқа? Алдағы уақытта возможно. Қазір бір-екеуіне жауап бере алмаймын. Әлі бір ренішмен жүрсе, бірақ сезім бар. Мен ешкімге ренжіген жоқпын. Ешқандай реніш жоқ, просто енді қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс кішкене шешім қабылдап. Эфирде біраз ауыр сөздер айтылып. Маған да айтылды, бәрімізге айтылды ол сөз. Сондықтан мен Адельдің тарапынан ешқандай сөз кір келтіргім өте керемет. Ал үміткер қабылдауға дайынсыз ба? 50-50 болып тұрмыз. Бүгін стиліңіз ерекше екен.